Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін 3 ғана заттан тұратын безе дайындап көрсететін боламын. Дайындалу өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Бізге белок, ақуыз, қант және 1/4 лимон қышқылы керек болады. Кастрюльге су қайнатамыз, оның үстіне осылай ыдыс қоямыз. Ыдыстың түбі суға тимеуі керек. Оған ақуызды, яғни белокты саламыз. Оның соңынан қант саламыз. Және 1/4 лимон қышқылын салып, жақсылап араластырамыз. Бізде бұл қант пен лимон қышқылы толықтай еруі қажет. Бізде осылай қант пен лимон қышқылы еріп, осылай көпіріп бастайды. Еріген жұмыртқалы массамызды бөлек ыдысқа, яғни миксерлейтін биіктеу ыдысқа құйып аламыз. Астындағы екінші ыдысымызда бізде қайнаған су. Тура осы қайнаған судың үстінде миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз осылай қоюланады және өзінің формасын ұстап тұратын меренгаға айналғанға дейін миксерлеп аламыз. Енді дайын меренгамызды бөлек ыдысқа бір бөлігін алып аламыз. Меренганың екінші бөлігіне осылай кондитерлік пищевой красительден бір тамшы қосамыз. Менде бұл қызыл краситель, яғни біз мұнан қызғылт, яғни розовый түсті шығарып аламыз. Бізде мұнда қызғылт және ақ меренгаларымыз дайын. Насадка және кондитерлік пакеттерді дайын. Шпажка барлығын дайындап аламыз. Противенге пергамент қағазын төсейміз, не болмаса мен секілді силиконовый коврик төсеп аласыздар. Шпажканы қоямыз және осылай тура видеода көрсетілгендей етіп, насадканың көмегімен раушангүл, яғни розочка формасын шығарамыз. Осылай вупипай насадкасының көмегімен осылай жүрекшені шығарып алсаңыздар болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша және әртүрлі фигураларды шығарсаңыздар да болады. Меренгамен жұмыс жасағанда шапшаңдықты талап етеді. Өйткені біздің меренга бөлме температурасында тез қатып қалуы мүмкін. Міне біз меренгадан осылай әртүрлі формаларды дайындап алдық. Кондитерлік посыпка сеуіп аламыз. Бұл әрине әсемдік үшін және 80 градуста 1,5-2 сағат кепкенше пеште ұстайтын боламыз. Міне біздің меренговый безеларымыз дайын. Осылай өте жұмсақ, орталары толықтай кепкен болып шығады және дәмі өте керемет болады. Осылай силиконовый ковриктан оңай алынады және бұларды торттарды әсемдік үшін қолдансаңыздар болады. Және балаларға дайындап берсеңіздер, балалар өте қуанып қалады. Безе ұнаса каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.